әртүрлі елдерде қандай ойындар танымал? Бәріміздің басымызда осындай сұрақ болған шығар. Кем дегенде ондай сұрақ менің басымда болды. Және біз осы видеода сұраққа жауап алатын боламыз. Достар, маған Алла Мұрат деген блогерді өз көмектесіңіздерші. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик қосып қойыңдар. Сол кезде менің каналда шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Ал алдыңғы видеода үздік комментарийлер. Мен әр видео сайын комментарийлеріңізді видеоға шығарып отырамын. Сол үшін комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоға келсек, мен әр елде қандай ойындар танымал, соны зерттеген болатынмын. Бұл тізімде міндетті түрде сіздің еліңіз болады. Ал ендеше өздеріңізге чай істеп, ыңғайланып жайғасып алыңыздар. Біз бастаймыз. Бірінші ел, Франция. Бұл жерде ең танымал ойын Fortnite. Fortnite компьютерлік онлайн шутер ойыны. Бұл жерде 100 адам болады. Сіз қырылысып аман қалу керексіз. Қысқаша айтқанда Free Fire секілді. Бұл ойын 2017 жылы шыққан. Ойынды шығарған компания Epic Games. Бұл ойынды тек компьютер, PlayStation 4 пен 5 және Xbox пен ойнауға болады. Сосын достар, егерде сіздің еліңіз соңғы болып қалса, еш ренжімеңіз. Бұның бәрі рандом. Оңтүстік Корея. Ең танымал ойын League of Legends болып қала береді. Жалпы ойын уақытының шамамен 44%-ын жұмсайды. Айтпақшы, бұл оңтүстік Корея киберспортының отаны болып саналады. Мұнда 4000-дан астам кәсіби ойыншылар бар, және барлық уақытта ұтып алған ақша сомасы $98 миллион асады. Жапония. Асахите арнасының 2021 жылғы сауалнамасына сәйкес, осы Азия еліндегі ең танымал ойындар The Legend of Zelda Breath of the Wild и Dragon. Мұнда Nintendo және PlayStation. Бұл саланың абсолютті титандары. Жапондықтар өз ойындарын жақсы көреді. Сондықтан сіз мұнда еуропалық немесе американдық ойыншыларды кездестірмейсіздер. Қытай. Бұл ел киберспорттың арқасында сөз өз атын шығарды. Барлық уақытта тақпан жүлделері саны бойынша Қытай басқа елдердің арасында құрметті бірінші орынға ие. Бұл сома $125 миллион асады. Ондағы ең танымал ойындар League of Legends және PUBG. Сонымен қатар ойыншылардың саны шамамен 700 миллионды құрайды. Бұл Қытай халқының жартысына жуық. Америка. Егер біз ақш туралы айтатын болсақ, Fortnite-қа көбірек уақыт бөлу керек. Көп ойыншы атқыш сөзбе-сөз сенсацияға айналды. 2020 жылы Америка құрама штаттарының пайдаланушылары барлық ойыншылардың шамамен 20%-ы құрады және сандар төмендейтін түрі жоқ. Ұқсас PUBG Royale, Battlegrounds және Lost Ark рөлдік ойындарында танымал. Қазақстан. Қазақстанда танымал ойындар өте көп. Мысалға Free Fire немесе PUBG секілді ойындар. Бірақ ең танымал ойын бәріміз білетін Minecraft. Қазақстанның 50-ден аса пайызы Minecraft ойнайды. Сол арқылы Minecraft ең танымал ойын болып саналады. Ал екінші орында Free Fire немесе PUBG. Екінші орын жиі ауысып отырады. Біресе PUBG, біресе Free Fire. Өзбекстан. Бұл елде бізге ұқсас Free Fire, PUBG секілді ойындан танымал. Бірақ ең танымал ойын Minecraft атанды. Азияның көптеген елдері Minecraft ойыны өте танымал. Сол себепті таңғалатын ештеңесі жоқ. Ресей. CSGO 2. Сізге сену қиын болуы мүмкін. Бірақ әлемдегі барлық CSGO ойыншыларының 12%-ы орыстар. Егер сіз CSGO бойынша Ресейдің ең жақсы құрамдарының біріне кіре алмасаңыз да, сіз өзіңізді киберспорт комментаторы немесе блогер ретінде көре аласыз. Бұл адамдар жарнамадан ақша табады және ізбасарларынан ақша алады. Сізге тек геймплейді жақсы түсіну керек және киберспорт аренасын білуі қажет. Қырғызстан. Clash of Royale. Бірінші орында Supercell әзірлеушілерінің стратегиясы. Бұл мультипликаторлық жасаушылар нақты уақыт режимінде ондаған түрлі ойын карталарını тәж мен атақ үшін күресуді ұсынады. Қолданбаның минусы, сіз тек интернетпен ойнай аласыз. Украина. Украинада ең танымал компьютерлік ойын Nielsen және Wargaming жүргізген зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып War of Tanks болды. Сондай-ақ украиндар таңдаған ең танымал жанры пазл екені белгілі болды. Бұл туралы 24 арнада хабарлады. Ал достар, сіздер қандай ойын ойнайсыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер, маған оқу қызықты болады. Ал ендеше сіздермен болған мен Зеп, сау болыңыздар.